أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qadırlı жамағат, құрметті момын мұсылмандар, Рамазан баршамызға берекелі болғай, оразамыз қабыл болғай. Алла баршамызға осы айдың ұлы сауаптарын нәсіп етсін. Рамазан тақуалық айы, ал тақуа жанға тән сипаттардың бірі ашуға ие болу. Алла Тағала қасиетті Құранның Али-Имран сүресінің 133-134 аяттарында тақуа жандарды «Әлләзина юнфиқуна фиссарраи ваддарраи валказимин алгайза вал'афина анин наси валлаху юхиббул мухсинин». Садақаллаху азим. Олар тақуалар, кеңшілікте де, таршылықта да Алла жолында мал сарып қылғандар. Сондай-ақ ашуларын жеңушілер, адамдарға кешірім етушілер, Алла игілік істеушілерді жақсы көреді деп сипаттаған. Яғни Рамазан біз айттық, адам баласын тақуалыққа жеткізетін ай дедік. Тақуа адамдардың бір сипаты ашуын жеңген адамдар. Тақуа адамдар өз ашуын жеңген, өз ашуына иелік ететін адамдар екен. Хадис шәрифте былай дейді: «Анна ражулан قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب». Бірде ардақты пайғамбарымызға бір кісі келіп, «О Алланың елшісі, маған кеңес беріңіз» деп өтінгенде ашуға берілме деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ашуға берілме. Кейіннен әлгі кісі осы сұрағын бірнеше мәрте қайталаған еді. Пайғамбарымыз да сонша рет ашуға берілме деп жауап берді. Яғни өсиет сұраған, бір насихат сұраған кісіге пайғамбарымыз салсам ашуға берілме деп насихат айтты, өсиет айтты. Халқымызда да ашу дұшпан деп оның қарамағына түсіп қалудан сақтандырған. Яғни ашудың қарамағына түсіп қалудан сақтандырып ашуға берілме дейді. Қазақ халқы ашу дұшпан дейді. Көбіне ашу мен ақылды қатарластыра сөйлеп, ашу келсе ақыл кетер, ашу шабыстырат, ақыл табыстырат деген де қазақта нақал сөз бар. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деп те бізде қазақта айтып жатады. Ашу дұшпан деген сөзді біз барлығымыз естіп өстік, және өмірде ашудың адамға дұшпандық қылып, ашудың арқасында талай-талай қиындыққа түскен жандарды да көріп жүрміз. Өкінет, қайғырат, бірақ уақыт өтіп кетеді. Біз кезінде осы түрмелерде де барып адамдармен кездесіп жүрген кездеріміз көп болған. Сонда да көп адамдар сол жерде отырған ашуға беріліп, жасаған қылмысына өкініп отқан талай кісілерді көрдік. Қадірлі жамағат, сондықтан ашуға иелік етейік. Рамазанның бір кереметтілігі сізбен бізді ашуымызды шыққан кезде ұстай білуді, ашуға иелік етуді бізге үйретеді. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, білесіздер, біреу сізге тиіссе ораза кезде, мен оразамын деп айт дейді. Бұл да мінекей ашуды жеңудің, ашуды игерудің бір әдіс тәсілдердің бір жолы. Сондықтан Рамазан айында біз қолымыздан келгенше ашуымызды жеңе білейік. Ашуды емдеудің жолдарына тоқталатын болсақ, қадірлі жамағат, қалай енді ашу кез келген адамдарда бар, оны қалай емдеуімізге болады? Соның бірнеше жолын біз тоқталып кетейік. Бүгінгі уағызымызда ашудың кесірінен қанша шаңырақ күйреп жатады, адамдар арасындағы қаншама қарым-қатынас бұзылып жатады. Ашудың салдарынан түрлі теріс іске барып,
артынан толмас өкінішке душар болып жатқан қанша адамды көріп жүрміз. Өкінішке орай өмірде Алла сіз бен бізді, халқымызды осындай ашудың зиянынан сақтағай. Ал енді бұның зияндары медициналық дерек көздерге жүгінер болсақ, ашуланудың түрлі ауруларға себеп болатын көрсетілген. Ең алдымен жүрек қан тамырлары жүйесі ауруларының пайда болуы мүмкіндігін арттырады. Адам ашуланған уақытта қан тамырлары жиырылып, қан қысымы көтеріліп, жүрек соғысы мен тыныс алуы баяулайды. Осының салдарынан қан тамырлары ерте қартайып, жұмысы бұзылады. Ендеше ашу адам баласының екі дүниесіне де зиянын алып келетін іс екенін әркім есте ұстауы қажет. Барынша өмірде адам ашуланбауға тырысу керек екен ғой, денсаулық жақсы болу үшін. Қанша ашуланған сайын біздің денсаулығымызға зиян. Әр ашуланған сайын біздің денсаулығымызға зиян. Сондықтан қолымыздан келгенше ашу деген жаман әдеттен барынша арылуға тырысайық. Екінші, сабыр сақтау. Қадірлі жамағат. Сабырлық, ас-сабур сөзінің тілдік мағынасы шыдамдылық ету, төзімді болу деген сөз. Шариғаттағы мағынасы Алла тағаланың разылығы үшін өмірдегі қиындықтарға төзу, шыдамдылық ету. Мұсылман адам өмірдегі әрбір сәтсіздікті сынақ деп қабылдап, ашуға бой алдырмай, оған сабырмен, төзіммен қарай білуі қажет. Кез келген сәтсіздік ол Алладан, кез келген. Алланың білімсіз, Алланың қалаусыз адамға ешқандай сынақ келмейді. Сынақ келді ме, бір сынақ келгеннен бірден сабыр етіп, сол тағдырға разы болсақ, оның арты жақсылықпен ұласады Алла қаласа. Өйткені Алла көруші, білуші, бізді сынайды, сынаққа сабыр етіп, оны дұрыс қабылдасақ, Құдай оның ізінен бізге жақсылығын нәсіп ете иншалла. Абу Дарда, Алла оған разы болсын, риуаят еткен хадисте бір кісі мені жұмаққа кіргізетін бір амалға сілтеңізші дегенде, пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ашуыңа ұстамды бола білсең, жұмаққа кіресің деп жауап берген екен. Бірде Хазіреті Омарға, Алла оған разы болсын, бір түздік араб келіп, ей Хаттабтың ұлы, Алламен ант етейін, сен бізге не кеңдік жасамадың, арамызда әділдік танытпадың деп дау шығарады. Мұны естіген Хазіреті Омар қатты ашуланып, әлгі түздік арабқа ашу үстіне жауап бергісі келеді. Омардың қасында отырған Хур ибн Қайс, о моміндердің әміршісі. Расында Алла тағала пайғамбарына «Хузил афуа, уамур бил урфи, ва а'рид анил жахилин» кешірім жолын ұста, және оларға торалықты әмір ет, сондай-ақ білімсіздерден бет бұр деді ғой. Бұл адамда білімсіздерден екен дейді. Осы сөз естігеннен кейін Хазіреті Омар, ол кісіге Алла разы болсын, сабырға келіп, оны кешіріп жіберген екен. Кейде ашуланғанымызда сабырға шақырып жатқан адамның өзін тыңдамай, ақылымызды нәпсімізге жығып беріп жатамыз. Бірақ бұрынғы өткен ізгілер ашуы келгенде осылайша ақыл мен нәпсінен үстем ете білген екен. Сондықтан қадірлі жамағат, ашу келген кезде осы аяттарды оқысақ, осы жағдайларды есімізге алсақ, Хазіреті Омарда өте үлкен билікті басқарған білесіздер, өте батыр кісі болған. Бірақ ашу келген кезде қасындағы кісілердің ол кісіні аяттар оқып сабырға шақырғаннан кейін өзін ұстап, ашуланса да ашуын тыйып, ашуландырған кісілердің өзін кешіріп жіберген. Үшінші, үндемеу және жағдайды өзгерту. Адам баласы ашу қысқанда өзін ұстап, артық сөз айтудан, шешім қабылдаудан аса сақ болу қажет. Ашу үстінде шешім қабылдау ол адамға өте үлкен зиян алып келуі мүмкін. Сондықтан ашуланған кезде қабылдамауға тырысайық. Ардақты пайғамбарымыз айтады: «Ва иза ғадиба ахадукум фалияскут». Егер сендердің қайсы бірің ашуланар болса, үндемесін деген екен. Ашуланған кезде көп сөйлеуден де адам сақ болған дұрыс екен, қадірлі жамағат. Ораза ұстағандарың жаман сөз айтпасын, дауласпасын. Біреу оны балағаттаса немесе онымен жанжалдасса, ол мен оразамын десін делінген хадисте оразада ашуды ұстаудың маңызын көрсетеді, қадірлі жамағат.
Қадірмен жамағат, күш қуаты асып тасыған нағыз ер жүрек батыр емес, нағыз мықты ашу ызасына ұстамдылық танытушы жан екен. Ең мықты батыр бұл жаңа біреуді күрестен жығу емес, ең мықты батыр ашуланған кезде ашуын ұстай білсе, сол нағыз батыр екен. Ардақты пайғамбарымыз айтады, біреуді жерге жығып жеңіске жеткен адам мықты емес, нағыз мықты бойдағы ашуына ұстамды бола білген кісі деген пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Лайса шадиду бис-сурати, иннама шадиду аллази ямлику нафсаху индал ғадаб дейді. Яғни арабшасы, мінекей нағыз батыр біреуді жығу емес, нағыз батыр ашуланған кезде ашуын ұстай білген адам деп пайғамбарымыз айтқан. Мақсатымыз, қадірлі жамағат, бұл уағызды айтудағы, біз Рамазан айындамыз. Рамазан айы тақуалыққа жеткізетін ай деп айттық. Рамазанның басында тақуалыққа жету үшін сіз бен біз бірнеше адам бойындағы қажетті емес мінездерден тыйылуымыз керек. Соның бірі ашуды жеңе білу, ашуланған кезде өзімізді ұстай білу. Алла қаласа осы бір ай бойы біз өзімізді тәрбиелесек, 30 күндік мектеп келесі жылға дейін ашуымызды ұстауға себепші болады. Алла жар болсын, дұға тілек қабыл болсын. Қадірлі жамағат, ертең Алла қаласа мешітте хатым Құран оқылады. Әл-Фараби осы мешітте де Алла қаласа хатым түсіреді деген. Хатымға дайындалыңыздар, Алла тілегімізді қабыл етсін. Хатым оқылған жерде дұға қабыл болады. Кезінде сахабалар хатым біткен кезде, хатым бітті, хатым дұғасына келіңіздер деп бір-бірін шақыратын болған екен. Сол сияқты ертең хатым Құран, Алла жар болып, аман есен болып, баршамыз Алла күш қуат беріп, хатымға қатысты баршамызға Алла нәсіп етсін. Амин. Уа ахиру даъвана анил хамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.